Абай Құнанбаевтың 19-шы қара сөзі. Адам ата-анадан дүниеге келген кезде есті болып туылмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды. Сондайдан білгені, көргені көп адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген адам өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерді іс жүзіне асырып, жаман деген нәрселерден сақтанса, сонда іске жарайды. Мұндайда сөзді шала естіп, шалқайып, шалықтап, не салбырап, салғырттық танытып естісе, естігенін іске асырмаса, тұшынбаса, не сол жердегі сөздің растығын көзі жетсе де шыға бере қайта қалпына түссе, естіп, естімей не керек? Осындай сөз танымайтын адамға сөз айтқанша, өзің танитын шошқа баққан жақсы деп айтқан екен бір хакім.